10-20 қазан аралығында қаржы мониторинг агенттігі мен FinIQ диктант өтті. Бұл диктант қаржылық сауаттылықты тексеруге арналған болатын. Бұл диктантқа жас оқушылар, мектеп оқушылары, студенттер, жұмыскерлер және осы қаржы саласында жұмыс ететін мамандар қатысты. Біздің өңір бойынша 150 мыңнан астам азаматтар қатысып, өз белсенділігін көрсетті. Осы диктанттың басты мақсаты біздің халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру болып табылады, және бұл осындай шара біздің мемлекет басшымыздың тапсырмасы заң жайын тартып аясында өтіп жатыр. Осындай шаралар жиі өткізіліп, соның арқасында біз өзіміздің халқымыздың, осы өңірдің азаматтарының сауаттылығын арттырамыз деп сенім білдіреміз. Осы қаржылық сауаттылық дегеніміз негізі қазіргі таңдағы өте өзекті мәселелердің бірі ғой. Қаржылай сауатсыздықтың кесірінен алаяқтарға ұрынып қалып жатқан, алданып қала жатқан студенттер, мен өзім құрбыларым да аз емес. Осы қазіргі болған диктант арқылы біз өзіміздің қаржылық сауаттылығымызды одан ары арттырып, немесе өзіміздің қаржылық сауаттылығымыздың қандай деңгейде екенін біле алдық деп ойлаймын. Себебі ситуациялық сұрақтар болды. Сондай әртүрлі ситуацияда алданып қалмас үшін не істеуге болады, қандай шешім қабылдауға болады, соның барлығын үйретті деп ойлаймын.